Құрметті депутаттар, Ақылбек Жұмабекұлы, сессияға шақырылғандар, 8-ші шақырылған аудандық мәслихаттың кезекті 28-ші сессиясы жұмысын 8 депутаттан қатысып отырған жетеу. Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңның 11-ші бабы негізінде сессия жұмысын аудандық мәслихаттың депутаттарымен бірге аудан әкімі Башымбаев Ақылбек Жұмабекұлы, аудан әкімі орынбасарлары, аудандық округтардың әкімдері, мемлекеттік мекемелер және құқық қорғау органдары басшылары шақырылды. Депутаттардың саны сессия ашуға өкілеттік береді. Сондықтан аудандық мәслихаттың кезекті 28 сессиясы жұмысын бастауға құқылы. Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңның 19-ші бабы негізінде күн тәртібін бекітуіміз керек. Бірінші, ауданда қысқа мерзімге жол қатынастарын тұрақтандыруын қамтамасыз ету және білім беру, мәдени, денсаулық сақтау мекемелерінің жылу маусымының дайындықтары барысы туралы. Екінші, ауданда жүргізіліп жатқан құрылыс жұмыстары барысы туралы. Үшінші, Тарбағатай ұлттық табиғи паркінің атқарылған жұмыстары туралы. Төртінші, Барық пен Науалы жоғары Кеңсу ауылдық округтары бойынша атқарылған жұмыстар барысы туралы. Бесінші, бюджет, әлеуметтік экономикалық даму, депутаттық, өкілеттік және этикалық, салық, заңдылық, денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, жанұя қорғау, жастар мүгедектер мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның есебі туралы. Алтыншы, әртүрлі мәселе. Сессия жұмысының келесі регламент ұсынылады. Бірінші мәселе бойынша 15 минут, екінші, үшінші, төртінші мәселе бойынша 10 минуттан. Әртүрлі мәселелер бойынша 5 минуттан. Жарыс сөзге шығып сөйлеушілерге 5 минуттан. Сессия жұмысының аяғында анықтамаға 5 минут. Дауысқа салып қолдайтындар. Қарсы қалыс қалған жоқ, сессия жұмысының регламенті бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібінде аудандық қысқы мерзімге жол қатынастарын тұрақтандыру қамтамасыз ету және білім беру, мәдени, денсаулық сақтау мекемелерінің жылу маусымдарында дайындық барысы туралы баяндама жасауға сөз аудан әкімінің орынбасары Серік Нәсіпқазұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті Ақылбек Жұмабекұлы, Асқар Серікжанұлы, құрметті депутаттар және жиынға қатысушылар. Жалпы 2025-2026 жылғы жылыту маусымына дайындық барысы туралы қысқаша баяндап өтейін. Осы 25-26 жылдардың жылыту маусымына барлығы 87 әлеуметтік маңызы бар нысандардың дайындығы қажет. Оның ішінде 39 білім беру, 36 денсаулық сақтау, 11 мәдениет және 1 әлеуметтік нысан. Аталған нысандардың үшеуі орталық қазандыққа қосылса, 30 автономды жылу қазандықтар арқылы, 7 электрокотер, 10 теплофондар арқылы 36 нысан пештерімен жылытылады. Бүгінгі күні аудан бойынша барлық жылыту қазандықтарын қысқы кезеңге дайындау үшін тиісті жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда, білім саласы бойынша 39 білім беру мекемелері бар. Оның ішінде 33 мектеп, 5 балабақша, 3 коммуналдық және 2 жеке меншік, 1 музыка мектебі. Аталған мекемелердің 10 теплофон арқылы, 1 электр қазандығы, 6 пеш арқылы, 20 автономды жылу қазандықтары арқылы жылытылады. Орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған. Тиісті жылдың от жағу маусымына дайындығын қамтамасыз ету үшін 7 мектептің 8 жылыту қазандықтарын ауыстыру қажеттілігі туындаған болатын. Бүгінгі таңда Абылайхан, Бестерек, Алтынсарин, Алтыншоқы, Абай, Қарақол мектептеріндегі жылу қазандықтары жеткізіліп, толықтай орнатылды. Сонымен қатар Науалы орта мектебіндегі жылу қазандығын ағынды жөндеу, отып алған мердігер Новайбаева қазіргі таңда жұмыстар аяқталды. Сонымен қатар Науалы орта мектебінің жылу қазандығын шатырын ауыстыру жұмыстары, Әуезов орта мектебінің жылу трассасы мен жылу қазандығын ағындағы жөндеу, Момышұлы орта мектебінің жылу трассасына жөндеу жұмыстары жүргізілді. Көлденең орта мектебінің жылу қазандығының ғимаратына ағынды жөндеу жұмыстары жүргізілді. Әлеуметтік нысан бойынша Үржар балаларға арналған арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2 жылыту қазандығын ауыстыру үшін 8.537.000 теңге қарастырылған. Мердігер Берекелі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінгі таңда 2 жылыту қазандығын әкеліп орнату жұмыстары толықтай аяқталды. Мәдениет нысандары бойынша Көкөзек көлденең ауылдық клубтарын, Үржар ауылдық қуыршақ театрының пештеріне, Қарақол ауылдық мәдениет үйінің электр қазандықтарын ауыстыру қажет етілген болатын. Оған тиісті қаражат бюджеттік өтімнің негізінде қарастырылған. Қазіргі таңда жөндеу жұмыстары жалғасуда. Үржар ауылында орналасқан орталықтандырылған жылу қазандықтарын сенімгерлік басқару арқылы жеке кәсіпкер Адал
жүргүзөдө. Орталык казандык боюнча қазір 3 тургун үй, 6 әкімшілік ғимарат, сонымен номер 2 орталык жылуу казандыгы менен 3 тургун үй, 1 әкімшілік ғимарат косулган болатын. Сонымен қатар бүгүнкү күнү орталык казандыктын шатырына жана электр жүйөсүнө агымды жөндөө жумуштарын жүргүзгөн болотунбуз. Оганда аудандык бюджет эсебинен 4 миллион теңге бөлүнгөн. Аудандын бюджеттик уюмдарына жалпы 10.243 тонна кажеттүүлүк тугундаган болса, қазіргі таңда білім берүү нысандары 7.675 тонна, мындан 96% жеткізілді. Үржар ауданы орталық ауруханасына 1400 тонна қажеттілік болса, толықтай жеткізілді. Мәдениет нысандары бойынша толықтай жеткізілді. Және орталықтандырылған қазандыққа жалпы көлемі 1415 тонна қажеттілік болатын болса, көмір қоймаларының қажетті сыйымдылығына байланысты 20 күндік көмір қорымен қамтамасыз етілген. Аудан көлемінде жалпы аудан халқына 49.393 тонна көмір қажеттілігі бар. Қазіргі таңда көмір ауылдарда, аудан орталығында да тиісті сатылатын жерлерден босатылуда. Аудан тұрғындарына тиісті көмір қажеттілігі қамтамасыз етілген, жағдай тұрақты. Жалпы республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жолдардың қысқы кезеңге дайындығы бойынша арнайы штаб отырыстары бірнеше қабат өткізілген. Жергілікті полиция өкілдері, ДЕУ-24 мекемелері және аудандық мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын. Одан бұрын бізде 15 қосалқы мердігерлеріміз жәнегі қысқы кезеңде жолдардың тұрақтылығын қамтамасыз етумен айналысады. Қазіргі таңда осы қараша, желтоқсан айларына тиісті келісімшарттар жылдың аяғына дейін қарастырылған. Қараша айынан бастап 2026 жылы тиісті жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын қысқы қар күреуін қамтамасыз ететін мердігерлерді анықтау бойынша тағы бір мәрте 26 жылға конкурстар жүргізілетін болады. Оның қорытындысы желтоқсан айында шығып, 2026-тан тиісті ұтып алған мердігерлермен тұрақты жұмыс ұйымдастырылатын болады. Жалпы тиісті қаражат аудандық бюджет есебінен қарастырылған, техникалар даяр. Тек қана бізде бір үлкен мәселеміз бар. Алматы Өскемен республикалық маңызы бар автомобиль жолында биыл өздеріңіз білесіздер, Қытай Халық Республикасының Сити компаниясы жолды толықтай аяқтап Қазақавтожол мекемесіне өткізуіне байланысты ол участоктерде бізде ДЕУ-24 мекемесі күтіп ұстау жұмыстарымен, қысқы жазғы күтіп ұстау жұмыстарымен айналысатын болады. Қазіргі таңда техникалық базасының жетпеу қаупі бар. Сол бойынша тиісті хаттар жолданған болатын. Қосымша техникалар беріліп отыр, бірақ та тағы да қажеттілігі бар. Осы мәселелер бойынша тиісті қазір келіссөздер жүргізіліп отыр. Аудан әкімімен де Қазсервис, Қазавтожол мекемелерімен бірнеше селекторлар осы негізде өткізілген. Сондықтан жағдай тұрақты бақылауда, жұмыстар жалғасатын болады. Назарларыңызға рахмет, баяндамам аяқталды. Кім сұрақтар бар? Депутаттар. Менің бір сұрағым бар, Сержан Аспазұлы. Мына жерде қысқа дайындықта айтып өттіңіз, қазіргі кезден образование, медицина, содан бәрін теплофоны бар, немелер бар, объектілер. Сол объектілердің қосалқы моторлар келеді, двигательдер. Солар жұмыс істеуде ма? Біреу тексерді ма соны? Жалпы жылу жүйесіндегі насостарды айтатын болсаңыз, оның барлығы апрессордан өткізіледі. Жоқ, теплофонға өзі дополнительный генераторлар келеді ғой, 30-40 дизель генераторлар. Қазіргі таңда бізде барлық білім ошақтары тиісті дизель генераторларымен қамтамасыз етілмеген. Тек соңғы жылдары өздеріңіз білесіздер, мына 2013-тен бастап салынған жаңа мектептердің құрылыстарында арнайы дизель генераторлар қарастырылған болатын. Бірақ тікелей аудан әкімінің тапсырмасы бар, аудандық білім бөліміне берілген. Қазір соңғы дизель генератормен қамтамасыз етілмеген мектептер дизель генераторға тиісті бюджеттік өтінімдерін өткізіп, конкурстық рәсімдер жүргізілуде. Жоқ, барлары дейін, барлары тексерілді ма? Істеп тұр ма, істемей тұр ма? Барлары. Бізде Асқар Серікжанұлы паспорт готовности деген құжат бар. Сол негізде паспорт готовности бойынша бізге барлық дизель генераторлар бар мекемелер не істеп тұрған, не істемей тұрған жазып көрсетіп, паспорт готовностиларын өткізген. Қазіргі таңда бізде мәселе туындаған 4 мектеп бар, дизель генераторларында проблема, ақаулықтары бар.
оған тиісті саймандар қажет. Ол Лайбұлақ мектебінде бізде Алакөлге берілген болатын. Одан кейін Ерғабылбай мектебіндегі дизель генераторда аккумулятордан ауыстыру қажеттілігі туындаған. Осы 3-4 мектепте мәселе бар. Қалған мектептерде жәнегі штаттық режимде дизель генераторлар жұмыс істеп тұр. Басқа сұрағым жоқ. Рахмет, отырыңыз. Рахмет. Тағы сұрақтарыңыз жоқ па? Ендеше шешім жобасы қолдарыңызда, дауысқа салам, қолдайтындар. Қарсы қалыс болған жоқ. Шешім бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі Тарбағатай ұлттық табиғи паркінің атқарылған жұмысы туралы баяндама жасауға сөз табиғи паркінің директоры Серкебаев Айдын Серікұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті Ақылбек Жұмабекұлы, Асқар Серікжанұлы, отырысқа қатысушылар. Мен енді Тарбағатай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің осы күнге дейін атқарылған жұмысына тоқтала өтсем. Ұлттық парктың жалпы жер көлемі 143.555 гектарды құрайды. Бұл енді 2022 жылғы орналастыру жобасына сәйкес 4 орманшылыққа бөлінген. Штаттық құрылымы 144 адам, жаңа 4 орманшылықта 4 орманшылық басшысы, 4 орманшылық көмекшісі, 13 орман шебері және 69 мемлекеттік инспектор қызмет атқарып жатыр қазіргі таңда. Енді мына табиғи кешендер мен объектілерді қорғау бөліміне тоқтала кетсек, 2025 жылдың өрт қаупі бар маусым бойынша өрттің алдын алу мақсатында Үржар Мақаншы ауданының әкімшілігімен, полиция бөлімдерімен, төтенше жағдай бөлімдерімен, шекара басқармасымен, Алакөл мемлекеттік табиғи қорығымен, Самар ауданының төтенше жағдайлар бөлімімен, Зайсан қаласының әкімшілігімен, полиция бөлімімен және ұлттық парк аумағында орналасқан жеке кәсіпкерлерге және шаруа қожалықтарымен өрт қауіпсіздігін сақтау бойынша келісімшарт жасалынды. Үржар Мақаншы аудандары бойынша жергілікті халықпен өрт қауіпсіздігін сақтау туралы профилактикалық жұмыстар жүргізіліп, 400 дана парақтар таратылып, газеттер мен әлеуметтік желілерге өрт қауіпсіздігін сақтау, заңсыз аң ату, заңсыз ағаш кесу туралы 15 мақала жарияланды. Ұлттық парк аумағында орнатылған ескертпе тақталарға жөндеу, жаңарту жұмыстары жүргізіліп, өрт қаупі жөнінде 4-5 классында ұлттық парк аумағында толықтай бақылауды күшейту үшін кезекшілік ұйымдастырылуда. Қазіргі таңда бұл өрт қауіпсіздігі уақыты әлі кезеңі аяқталған жоқ. Сол себепті қазір кезекшілік толығымен атқарылуда. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің өрт қаупі кезеңі басталу туралы бұйрығы шыққаннан кейін ұлттық парк 14 маусымдық өрт сөндіру қызметкерін жұмысқа қабылдады. Жоспарға сәйкес парк аумағында 210 шақырым құрайтын өртке қарсы минералды жолаққа 2 мәрте күтіп жасалды. Сонымен қатар ағымдағы жылы 10 шақырым өртке қарсы минералды жолақ жаңадан құрылып, 1 мәрте күтіп жұмыстары жүргізілді. Слайд бар бізде. Слайд осысыз. Ұлттық парк орман және дала өртін сөндіруге арналған техника құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Атап айтқанда 2 бірлік өрт сөндіру автокөлігі, 3 бірлік МТЗ тракторы, 1 бірлік ДТ-75 тракторы, 3 бірлік шағын өрт кешені, 1 фронтальды тиегіш, өртке қарсы көлемі 3 тонналық тіркеме, 20 өртке қарсы нысанды киім, 2 бірлік стационарлық рация, 13 бірлік мобильді және 160 бірлік алып жүретін рациялармен қамтамасыз етілген. 10 бірлік УАЗ маркалы патрульдік автокөлік бар, 150 ранысты орман өрт сөндіргіш, 10 дана мотопомпа, 120 қаққылағыш, хлопушка дейміз, 22 дана балта, 10 дана шынжырлы ара, 30 дана күрекпен жабдықталған және 3 тонна дизель отыны және 3 тонна жанар жағармаймен осы маусымға қамтамасыз етілген. Және де 25
жылға асфальтта көріп тұрғандарыңыздай жаңағы минералды жолақтарға күтім жұмыстары жүргізіліп жатқан сәттер, мынау техникаларымыз және осы 2025 жылға лизинг бағдарламасы бойынша кіші орман өрт сөндіру көлігі 110 миллионға алынды, мекеменің балансына алынды. 25 жылдың 6 мамырында ұлттық парктың бастамасымен орман дала өрттерін сөндіру бойынша уәкілетті органдармен оқу-жаттығу ұйымдастырылып өткізілген. Осыған орай Үржар ауданының әкімшілігі не полиция бөліміне, орталық аудандық ауруханасына, энергетикалық акционерлік қоғамына және Үржар ауданының 5 ауылдық округіне және орман дала өртін сөндіруге ден қою жөніндегі уәкілетті органдармен оқу-жаттығуын өткізу туралы хабарлама беріліп, оқу-жаттығу жоспарға сәйкес өткізілді. Оқу-жаттығуға 97 адам қатысып, өрт сөндіруге 6 бірлік атысы, 3 бірлік кіші орман өрт сөндіру көлігі, 5 бірлік трактор жұмылдырылып, 33 РЛО, ранцевый лесной опрыскиватель дейміз, және 33 қаққылағыш мүкәммалары пайдаланылды. Оқу-жаттығу қорытындысы бойынша жедел әрекет ету, өртті дер кезінде анықтау, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда туындайтын орман және дала өрттерін сөндіру тәсілдері мен тактикасы бойынша іс-шаралар пысықталды. Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрі Шәріпханов пен Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігі Нысанбаевтың бірлескен бұйрығына сәйкес төтенше жағдайға табиғи өртке ден қою кезінде уәкілетті органдар мен ұйымдарды басқару және олардың өзара іс-қимыл алгоритмін бекіту туралы құжатына негізделе отырып, 25 жылдың 16 шілдесінде Тарбағатай тауының баурайында орналасқан балаларға арналған табиғи спорт шақыру лагерінде орман өрттерінің алдын алу және оларға ден қою бойынша Үржар аудандық полиция бөлімі, Үржар аудандық төтенше жағдайлар және ұлттық парктың қатысуымен ауқымды профилактикалық іс-шаралар өткізілді. Ұлттық парк аумағында ағымдағы жылы Қарабұйрат, алайда енді осы 25 жылы Қарабұйрат орманшылығының 16 орамы 12 телімінде аумағы 1,5 гектар жерді құрайтын орман мен көмкерілмеген бір орман өрті орын алып, жалпы жанама шығын 24.480 теңгені құрады. Ұлттық парк аумағында мекендейтін жабайы жануарлар дүниесін қорғау жұмыстары бойынша жануарлардың жай-күйіне тұрақты негізде мониторинг жүргізілуде. Жабайы жануарлардың қырылуы тіркелген жоқ. Осыған байланысты жабайы жануарлардың азық қорын жақсарту мақсатында биотехникалық іс-шаралар атқарылуда. Биотехникалық іс-шаралар аясында жабайы жануарларды минералдық қоректендіру үшін 1 тонна тұз сатып алынып, жасанды тұздықтарға салынды. Сонымен қатар қыс мезгілінде жануарлар дүниесін бақылау және қосымша қоректендіру мақсатында 1200 дана бұтақты азық және 2,5 тонна шөп алынып төселінеді. Ағымдағы жылы 2,6 тонна тұз науа жасалу құрылыстық материалдар орманшылықтарға таратылып, мемлекет инспекторлардың көмегімен 4 жаңа науа орнатылып, тұздықтар салынды. 2026 жылға 2000 дана бұтақты азық дайындалды. Осыны алдыдағы келе жатқан қыс мезгіліне бұл енді ілінетін болады және 7 тонна жем сатып алу жоспарланды. Сондай-ақ Үржарбет республикалық эпизоотияға қарсы отряд республикалық мемлекет мекемесі филиалының Үржар ауданындағы бөлімшесі Үржар ветеринарлық зертханасымен бірлесіп, ұлттық парк аумағында жабайы жануарлар арасында аса қауіпті жұқпалы және инвазиялық аурулардың таралуын алдын алу шаралары бойынша жоспарлар құрылып бекітілген болатын. Соған сәйкес жұмыс атқарылып жатыр. Қазір ондай факт тіркелген жоқ. Ұлттық парк аумағында кездесетін жабайы аңдар мен құстардың санын мемлекеттік есепке алу ұйымдастыру және
өткізу бойынша ағымдағы жылы 10 ақпаннан 28 наурыз аралығында қысқы аң санағы және 11 сәуірден 5 мамыр аралығында көктемгі жазғы аң санағы жүргізілуде. Қыркүйек айының 29 жұлдызынан бастап жануарларды күзгі есепке алу жұмыстары жүргізілуде. Жануарлар дүниесінің мемлекеттік есепке алу нәтижесі енді қысқаша слайдымызда көрсетілген, өздеріңіз көріп өтсеңіздер болады, енді бұған тоқталмай қояйын. Енді мына табиғи кешендер мен объектілерді қорғау бөлімі 25 жылы қаңтар-тамыз айларында заңсыз ағаш кесу, браконьерлікпен күрес және тағы басқа табиғат заңнамаларының бұзылуының алдын алу мақсатында 88 рейд орманды жануға пайдалануға берілген және учаскелерде 15 тексеріс жүргізілді. Рейд және тексеріс барысында Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 180 бабы бойынша заң бұзушылық фактілері анықталып, 85 хаттама толтырылды. Оның ішінде осы баптың 180 бап бойынша 15 азаматқа ескерту беріліп, 20 жеке тұлғаға 393.200 теңге айыппұл салынды. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 811 бабы бойынша 13 бұзушыдан 127.790 теңге өндірілді. Бүгінгі күнге 2 әкімшілік іс қаулысы заңды күшіне енген күннен бастап 30 тәулік ішінде төлеуге тиіс болған айыппұлды төлемеуіне байланысты Абай облысы бойынша атқарушылық округінің жеке сот орындаушысы арқылы қаулыны орындау туралы жұмыстар жүргізілуде. Келесі енді табиғи кешендер мен объектілерді өсіру және табиғатты пайдалану бөлімі бойынша 25 жылы 25 ара ұясы жоспарланған. Бұл жоспардан 450 кг бал өнімін жинап, қазір 1 кг бал өнімі бағасы 2000 теңгеден бекітіліп, жыл басынан сатылымға шығарылған. Ара балын сатудан түскен қаражат мекеменің 015 арнайы есеп шотына түседі. Бұл 25 жылы ақша қаражат түсімі 874.770 теңгені құрады. 25 жылы 9 сәуір күні қара бұлақ уақытша тұқым бағаны көктемгі санау жұмыстары жүргізілді. Санақ барысында жөкей 93, үйеңкі 121, емен 612, шырша 248 дана, тополь терек ағашымыз 2000 дана, терек қалемшелері 456 дананы құрады. 25 жылы ұйымдастырылған парктер шеру аясында бүкіл Қазақстан ағаш отырғызу күніне орай Семей қаласы номері 74884 әскери бөліміне ұлттық парктен 100 түп терек көшеті қайтарымсыз берілді. Және де Ұржар ауылдық әкімдігіне қайтарымсыз түрде 1000 түп терек көшеті берілді. Ақжар ауылдық әкімдігіне қайтарымсыз түрде 500 түп терек көшеті берілді. Ұржар әкімшілігіне қайтарымсыз түрде 200 түп терек, 121 түп үйеңкі көшеттері көгалдандыру мақсатында отырғызылған болатын. Әлет алмау, енді мынау ұлттық парктың жаңағы туристік бағыты әлет бағытымыз бар. Ол жерде ұлттық парктың 3 гектар алма бағы. Осы көктемгі күтім жұмыстары соның ішінде алма ағаштардың актив қураған бұтақтарын кесу, алма бағының жолын тегістеу жұмыстары атқарылды. 25 жылы бұқаралық ақпарат құралдарына 4 мақала жарияланып, ұлттық парк аумағында кездесетін орман зиянкестерінің алдын алу атты семинар сабақ өткізілді. Орман жануға пайдалану мақсатында мал жайылымдық жерлері уақытша пайдалануға 19 орман билеті толтырылды. Оның ішінде Ұржар орманшылығы 5 билет, Қарабүйрет орманшылығы 2, Бақыт орманшылығы 1, Мақаншы орманшылығынан 11 билет жазылып, жайылымдық жерлерді уақытша пайдалануға берген болатынбыз. Келесі орманды санитарлық қорғау жұмыстары бойынша әлет алмалағанда долана көбелегіне қарсы 3 гектар аумаққа ақкөбелек биопрепаратымен 1 рет өңдеу жұмыстары жүргізілген. Жыл басынан бастап ұлттық парктың аумағында зиянкестер ошағын анықтау мақсатында республикалық
фитосанитариялық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығы республикалық Айдын Сердович, регламент сақтаңыз кішкене. міне болып қалыпты қазір. Мемлекет Абай облысының Ожар ауданы филиалының қызметкерлерімен бірге фермонды тұзақ құру жұмыстары жүргізілді. Енді мынау экологиялық ағарту рекреация туризм бөліміне тоқталатын болсақ, 24 жылы ұлттық паркке 425 адам демалуға келген, оның ішінде шетелдік келушілер саны 11 адам, және де ұлттық парктың 04 кодына 1.323.000 теңге түсім түскен болатын. Енді 25 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 1088 адамды құрады, шетелдік келушілер саны 24, және 2.919.000 теңге 04 кодқа түсім түсті. Енді мынау абаттандыру жұмыстары бойынша қосымша екінші бивак алаңы абаттандыру мақсатында бір дана беседка, бір дана киіз үй және от жағуға арналған орын жайғастырылып, суға бағытталған баспалдақтың жаңарту жұмыстары жүргізілді. Және де мына парктер шеруі халықаралық қорғау акция 3 сәуір мен 22 мамыр аралығында қамтылды. Жалпы саны 3474 адам қатысты. Акция шеңберінде 25 экологиялық акция өткізілді. Акцияға бірегей экожүйелерді сақтау және қоршаған ортаны ластануға болдырмауға бағытталды. Акция барысында қоршаған ортаны таза ұстау, экологиялық сана мен экологиялық мәдениетті қалыптастыру және нығайту парктер шеруі 2025 акция шеңберінде 5 экологиялық байқау өткізіліп, 25 оқушы жүлделі орынды жеңімпаз атанды. Және де мына ғылым ақпарат экологиялық мониторинг бөліміне келетін болсақ, ғылыми техникалық кеңестің 31.03.25 жылғы номері 2 хаттама негізінде Қазақстан Республикасы экология табиғи ресурстар министрі орман шаруашылығы жануарлар дүниесі комитетінің табиғат жылнамасы кітабы және флора мен фауна тізімдеу бойынша ғылыми зерттеу тақырыбының 24 жылдың аралық есебі дайындалып, орман шаруашылығы жануарлар дүниесі комитетіне жолданды. 25 жылдық жоспар бойынша 6 ғылыми мақала жарық көрді. Және де жаңа мемлекеттік инспекторларға семинар сабақтар жүргізілді. 6 дәріс сабақ өткізілді. Мектеп оқушыларына ұлттық парктың ағымдағы аумағында 2 ғылыми экскурсия өткізілді. Ұлттық парк аумағында атқарылған жұмыстар және ұлттық парктың аумағында жиі кездесетін бұталы өсімдіктер атты 200 дана брошюралар мемлекеттік сатып алу арқылы басылып шығарылып, таныстырылды. 2026 жылға арналған мемлекет инспекторлардың күнделігі мемлекет сатып алу арқылы басылып шығарылды. Бөлімнің қорытынды көпіршектерінің этикеткасы жаңартылды. Ұлттық парк аумағында фотосаттар орнатылып, алынған деректер мекеме сайтының Instagram, Facebook, TikTok әлеуметтік желілеріне жарияланды. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Баяндамаңыз тыңдалды. Сіз бойынша енді табиғат қорғаушы көп сұрақтарымыз бар біздің. Кім сұрақтар бар, депутаттар? Халықтың ауыл шаруашылығын малдарын егістер жеп жатқан айуға қалалар қандай шара қолданыстыру, қандай не істесе? Бұл мәселе өте өзекті мәселе. Бұл бойынша орман шаруашылығы жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясына және осы орман шаруашылығы жануарлар дүниесі комитетіне неше мәрте хат жаздық. Қазіргі таңда шешілген дүние бойынша комиссия құрамы облыс көлемінде құрылды. Қазір осы ары қарай жұмыстар атқарылады негізгі мәселе бойынша. Ал енді біз 153 мың 450-де біз сол енді ерекше қорғалатын табиғи аумақтың аумағына жауапты болғандықтан, енді ауыл шаруашылығы дәнді дақылдары егілген жеке шаруа қожалықтың жерлеріне енді біз ол жерге құзырымыз жетпейді. Енді қазір оның тағы да бір шешілетін мәселесі
мына управление природных ресурсов дейміз облыстағы и жаңағы орман шаруашылығы жануарлар бюросы инспекциясының мамандары былтырғы жылдан келіп осы жерде аудан көлемінде 4 жаңағы охота хозяйства дейміз ғой, соны ашу жұмыстар бойынша жұмыстар атқарған. Ол қазір толығымен дайын. Жаңағы облыстан 2 мәрте осыны жаңағы лотқа шығарды, ойнатылып, енді кісілердің қатыспауына байланысты бұл мәселе ойнатылған жоқ. Қазіргі таңда ол қайтадан шығады. Соған енді қатысуға біраз кісілермен біз сөйлескенбіз. Ол енді охота хозяйства ашылатын болса, ол кісілер өзінің егер жаңағы инспекторларын жұмысқа қабылдап, санағын жүргізіп, алда уақытта заңды түрде лицензиямен жаңағы аң атуға рұқсатын береді. Бұның шешілетін мәселесі сол. қатысу керек пе? Ал Қатысу керек болған, тіркелу керек. оған тіркелу керек. Мына жеке кәсіпкерлер сол кісілер тіркеліп, жаңағы мына лотқа сәйкес құжаттарын заңдастырып, соған сәйкес егер конкурстан жеңімпаз атанса, сол жаңағы пайдалануға алып, ары қарай жұмыстарын жүргізеді. Тағы сұрақтарыңыз? жаңа тоғыз айтып кетті қайырдың арқасында. Мына Тарбатайдан парктан басқа сонда жұмыс жасамайтын ешкім болса керек байқа. Жаңа сөзіңізге арада. Тарбатай парктың негізі құрбаннан бері бұрын өзі Сәуд өкіметінің кезінде бұл Тарбатай парк жоқ болған. Сонда жақсы болған. Сол табиғат сол өте тұр. Бірақ қарапайым халықтың өте ауыр жағдай. Өйткені малдың саны өзі бір бас, екі бас өзі қосып қалған, ана жақта жайлауда шырылдайды, айы талап жатыр, сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Соған жаңа айтып ғой. Соны біздің шараптан ауданда мына сельхоз аппаратына біз жазғанбыз. Шешет қойып жүрген. Әр мекеме, әр басшылар жазып, сол әлі қолданған жоқ. Енді бұны бір жаққа шығарып, айылын қаптап кетіп, аған шошқан болған. Бүкіл соляның бәрін таптап болды. Енді аман салт дейді, соның негізі бір шектеу бар ма, жоқ па? Сізде жатады. Бұл айылдың мәселесі бойынша жаңа айтып өттім ғой. Енді қазір комиссия құрамы құрылды, сол кісілер ары қарай жұмыс жасайды. Комиссия құрамымен. Соны қолға алу керек. Оны қалған шошқан. Өзі жоғы пайда болған. Атарымен жүрміз. Бір жағын шемішке жағын өтсе, болды, жоқ. Енді бұл қалай? Жаңағы жауап беріп өттім. Хат жауап берме, жоқ. Қайды. Жауап беріп өттім. Жаңағы енді біз ұлттық парктың территориясына жауаптымыз. Ал енді көздеп запастарды аңдар. Шектеуге соңған сіздер атсалысып, көмектесіп, халыққа көмектесіп. Жақсы, мен жауап беріп өттім ғой. Мына охота хозяйстволар ашылғаннан кейін ол мәселенің бәрі реттеледі деген ойдамын. Ол кісілер өз жұмыстарын жүргізіп, ары қарай мына заңды қаруы бар, рұқсаты бар кісілер барып сол жерден рұқсаттама қағазын жазғызып алып, сол кісілердің несімен көрсетуімен ары қарай аңшылығын жүргізсе, бұл мәселе реттеледі. Рахмет жас. Айдын Серікұлы, мына жерге енді сізге қойылып отырған сұрақтардың бәрі халықтың мұң-мұқтажы, зары деп айтсақ болады. 2 жыл болды, сізбен жұмыс істеп келеміз. Сізден мен консультация сұрадым, оны қалай істеуге болады деп. 2 жыл болды, ешқандай шешім болмады. Мен бұл хатты өкіметке де апардым, өкіметке былтыр апарған кезде маған айтты, бір депутаттық сауалмен, сіз айтыңыз, мен түк істей алмаймын, менікі заң дедіңіз, дұрыс па? Оны заңға изменение кіргізу керек деді. Биыл біз бәрін жинап, бәрін құжаттап отырмыз. Қазір кезде сенаторға Игорбековна, Нұржан Салихұлына, Сабильяновқа жібердік. Қазір мен өкіметке дайындап отырмыз. Енді ол қалай шешеді, білмеймін. Сонда да біз отырмауымыз керек мына жерде. Мен сізге сұрағым. Сіз былтыр келген кезде айтқансыз, айылдың біреуі краснокнижник, сол ДНК-сы апелляция етті ма? ДНК-сы апелляция етті ма? Қайсы краснокнижник, қайсы не екен?
Екінші сұрағым, біз облысқа жазған кезде, мен үнемі жазып отырамын облысқа, Астанаға, сол кезде маған айтады, сендердің Тарбағатай қорықтарын бізге ешқандай сведения беріп жатқан жоқ Патрава бойынша дейді. Анау ауылға тиісіп, малға тиіскен туралы дейді. Сол қанша шындыққа жанасады? Қалай сіздер паноляны көрсетесіздер мына жерде, шыны керек қырып жатса мына жерде. Егін несеге айтайын, уже тау жаққа сіз жаңа айтып отырсыз ғой, Барқытбел бізге ғана қарайды. Сізге Барқытбелдің бүкіл подножиясы қарайды, дұрыс па? Төмен жақтың егін себіп отырған жақтың бәрі қарайды. Біріншіден, екіншіден, уже халық жайлауға шыққысы келмейді. Потому что бір сиырды 500-600 мың теңге қалтасынан төлеп жатыр бәрі. Уже мен сізге айтамын, Тарбағатайда мал жоқ, и так та мал жоқ бізде. Тарбағатайға шықпайды. Жаңа бір кірген шошқамыз жаңа айтып өткендей. 15 шошқа, 15 гектар, 30 гектарда бір күнде жаппай салады. Оның бәрі кім ущерб қой бәрі? Бізге шыны керек Тарбағатайда ешқандай пайдасы жоқ болып тұр. Именно бізді аграрный сектор біздің құжар. Бір Ақсуат, Абай болса жарайды. Біздікі бәрі егін ғой. Уже біз бұны айта уже болдық, енді білмеймін қалай істеу керек екенін. Мына сіз білесіз, Жарма ауданында неме қабылданған. Жаңа комиссия шығып, бәрі отстрелға, роботысы бар, правоохранкасы бар, кіріп кішкене бұны азайту керек, шыны керек. Біздің уже ауылға кіріп жатыр месекеттен, мен сен видеосы бар месек көрсетемін. Пасеканы кіріп, пасеканың бәрін төменге әкеп жатыр. Мен түсінбеймін. 21 ғасыр ғой, қасқырмен аюдан қашамыз ба? Соны жауап берсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Асқар Серікжанұлы, енді мынау қызыл кітап мәселесі бойынша бірінші сұрағыңыз. Мен мынау Алматы қаласындағы именно осы жануармен айналысатын университет мамандарымен сөйлесіп, бұл кісілер жаңағы ДНК-сын анықтау мақсатында 2024 жылы шақыртқан болатын. Енді белгілі себептерге сәйкес ол кісілер бұл өңірге келе алмады. Сондықтан бұл мәселе анықталған жоқ. Енді бұл мекеменің жаңағы ТО-сы жазылған кезде Тарбағатай тауындағы мекендейтін аюларды Қазақстан Республикасының қызыл кітабында көрсетілген. Бірақ енді сол мәселені толыққанды анықтау, бұл ДНК-ны тек қана шетелде ғана анықталады екен. Сондықтан бұл мәселені алдағы уақытта әлі жұмыс жоспарда тұр. Ол кісілермен тағы да енді келіссөздер жүргізіліп, бұл алдағы уақытта анықтаймыз деген үмітіміз бар. Енді мына Патрава бойынша осы алдыңғы айда Ақылбек Жұмабекұлы және де екі осына шаруа қожалық кісілермен отырыс өткізген болатынбыз. Ол жерде видеоматериал бәрі ол кісілер көрсетті. Сондықтан ол мәлімет бойынша мен аумақтық инспекцияға мәлімдеме жасадым. Енді бұның шешілетін жолы мынау осы өңірдегі охота хозяйстволар қазір ашылса, бұл жеңіл шешілетін еді. Шешілетін жолы осы ғана болды. Айдын Серікұлы, мен сізге айтайын, шешілмейді, охота хозяйстволар ашылмайды, 2 жыл болды ашылмайды деген. Уже біз келдік, нақты шешімін айтыңызшы қазір маған. Охота хозяйстволарының өзі Тарбағатай қорықтың ішіне кіріп жұмыс істей алмайды, дұрыс қой. Ол сыртында ғана жұмыс істейді. Біз Тарбағатай қорықтың ішіндегі популяцияны айтып тұрмыз. Сіздер қарасаңыздар, бір популяцияны поддерживать етесіздер. Аю, қасқыр, жыртқыштар. В принципе, ешқандай жұмыс жүріп жатқан жоқ қой. Суыр, еріктің бәрін қыпсады, жүктік қалған жоқ. Мен білемін, 15 жыл бұрын суыр деген машинаға секіреді. Бір суыр жоқ, бір ері жоқ. Біз асырап жатқанымыз қасқыр мен аю, қабан шүйін асырап жатырмыз. Нақты шешімін айтыңызшы бұл бізге. Қалай олар жаңағыдай комиссияны құрып, комиссияны шығып атамыз ба популяцияны? Сіз жаңағы мен сұрағыма жауап бермеңіз. Ауданға, облысқа неге ондай сведения бердіңіз? Бізде Патрава жоқ, бізде неме бәрі жоқ. Маған айтады, сіз неге жаза бересіз маған? Келіп тұр ғой бізге бәрі дұрыс деп дейді. Енді бұл жердегі мәселе ұлттық парктың біріншіден территориясында бізде егін салынған жоқ, егіншілік жерлері жоқ біздің ұлттық парктың территориясында. Енді приграничный дейміз ғой. Сол жерде егілген кісілерден мен өткенде хатын жазып, облысқа видеосын толық берген болатынмын. Мынандай мәселе болып жатыр. Жаңағы управление природных ресурсқа сіздердің тараптарыңыздан мына лотты ертерек ойнатуды көмек жасаңыздар деп қосымша тағы да сөйлескен болатынмын.
Ол жерде енді бір-екі рет шықты, ол жерде қатыспай тұр кісілер. Мәселе сол болып тұр. Енді мына аюдың мәселесі бойынша бұл жерде әлі істелетін шаруалар бар. Енді комиссия құрамы құрылды ғой. Жаңа облыс көлемімен, осы аудан көлемімен комиссия құрамы құрылды. Енді ол кісілермен тағы да дополнительно сөйлесеміз, енді қандай қазір неге жетті, қандай этапта тұр екенін дополнительно тағы да білеміз. Басқа сұрақ жүргенше ойлаймын, комиссия құрамын Ақылбек Жұмабекұлы келесі сессиядан бері аппаратында осы комиссия жұмысын тыңдауымыз керек. Не істеді, қандай жұмыстар атқарылып жатыр, именно осы бойынша. Басқа сұрақтарыңыз бар ма, депутаттар? Жоқ, отырыңыздар рұқсат. Рахмет. Баяндама аяқталды. Тағы сұрақтар мен ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ болса шешім жобасы қолдарыңызда. Дауысқа саламын. Қолдайтындар. Қарсы қалыс қалған жоқ, шешім бекітілді. Күн тәртібіндегі келесі мәселе ауылдық округына әкім бойынша атқарылып жатқан жұмыс бойынша барысы туралы баяндама жасауға сөз аудан әкімінің Искак Ринат Мұратұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті Ақылбек Жұмабекұлы, Асқар Сержанұлы, құрметті депутаттар және жиынға қатысушылар. Бүгін сіздердің алдарыңызда 2025 жылы 9 айының ауылдың әлеуметтік экономикалық дамуының қорытындылары туралы есеп бере отырып, алда тұрған міндеттер мен шешімін күтіп отырған мәселелерді баяндауға рұқсат етіңіздер. Науыл ауылдық округінің 2025 жылы 9 айының есебі бойынша 859 шаруашылық ауласында 3250 адам тұрады. Науыл ауылында 723 аулада 2850 адам, мал ауылында 133 аулада 530 адам. 2025 жылы атқарылған жұмыстар. Шағын футбол алаңының жөндеу жұмыстарына биылғы жылы 4 миллион 365 мың теңге бөлініп, қаржы толық игерілді. Аудан әкімінің тапсырмасына сәйкес, ауылдың кіреберісінен бастап Науыл, Көкөзек, Науыл, Мақаншы бағытында 16 бейнекамера орнатылып, құны 2 миллион 134 мың теңге бөлінді. Науыл ауылының көшелеріне Науыл орта мектебі және Қойшыбай бекетін орта мектебі, Балбөбек балабақшасы маңында балалардың қауіпсіздігі мақсатында жол белгілері және жылдамдықтарын тежейтін құрылғы орнатылды, құны 1 миллион 900 мың теңге. Бюджет қаражаттарын пайдаланылмаған бос қалдықтар 9 миллион 890 мың теңге, пайдаланылмаған бос қалдықтан мемлекеттік органның күрделі шығыстарына 2 миллион 290 мың теңге, жергілікті ветеринарлық пунктіне қажетті құрал-жабдықтар, тоңазытқыш ветеринария сөмкесі, ноутбук және принтер және ауылдық округке ноутбук, компьютер және жиһаз сатып алынды. Мал ауылындағы жолдар және көшелерді орта мерзімді жөндеуге техникалық құжаттама әзірлеу қызметінің ведомстволық сараптаманың оң қорытындысы алғанға дейін сүйемелдеуіне 500 мың теңге, Мал ауылының арқасын ағымдағы жөндеу жұмыстарына 1 миллион 100 мың теңге, Науыл ауылының орталық көшесіне шағын ашық демалыс орнын орнатуға 5 миллион 265 мың теңге бөлінді. Облыстық бюджеттен 15 миллион теңге бөлініп, Науыл ауылының Амангелді, Байгенжі, Уәлиханова, Әуезова, Бигелдин көшелерін жарықтандыруына бөлінді. Бүгінгі күні 105 бағана толығымен орнатылып, құжаттары толық аяқталғаннан кейін қараша айының 20-сына дейін жарықтандыру беріледі. Және 2025 жылдың қарашасына дейін Науыл ауылында 4 тұрғын үй құрылысы толығымен аяқталып, осы топтағы 8 отбасына табысталады деп жоспарланды. Облыстық бюджеттен Қойшыбай Төлебеков орта мектебінің ғимаратының қасбетін, яғни фасадта жөндеу жұмыстарына 22 миллион 970 мың теңге бөлініп, игерілді, жұмыстар толығымен аяқталды. Науыл орта мектебінің от жағатын качегарының орнының төбесі ауыстырылды, 3 миллион 780 мың теңге бөлініп, және жылу қазандығын ауыстыруына 5 миллион 900 теңге бөлініп, жұмыстары аяқталды. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, шешім жобасы қолдарыңызда, дауысқа саламын. Қолдайтындар. Қарсы қалыс қалған жоқ, шешім бекітілді. Отырыңыздар осы. Сессия жұмысын жалғастырамыз. Күн тәртібіндегі ауданда білім беру мекемелерінің жалпы жағдайы, қысқы мерзімге жылу маусымына дайындық жұмыстардың барысы туралы баяндама жасау сөз білім бөлім басшысы Шакиев Ержан Тұрсынғазыұлына беріледі. Құрметті Ақылбек Жұмабекұлы, Сержан
Асқар Серікжанұлы, құрметті депутаттар және жиынға қатысушылар. Ауданда білім беру мекемелерінің жалпы жағдайы және 2025-26 оқу жылы маусымына дайындығы туралы. Үржар ауданы бойынша 39 білім беру мекемелері бар, оның ішінде 33 мектеп, 5 балабақша, 1 музыка мектебі, 5 орта мектебі жанындағы интернат және Қарабалтай лагері. 9 мектеп, 1 балабақша теплофон арқылы, 1 мекеме электр қазандығы арқылы, 6 мекеме пеш арқылы, 20 мекеме жылу қазандықтары арқылы жылытылады. 2 мекеме орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған. Ауданның білім беру саласының 2025-2026 жылдардың жылыту маусымына қатты отынға қажеттігі 7675 тоннаны құрайды. Бүгінгі күні барлық мекемелерге көмір 100% жеткізілді. Үржар ауданы әкімдігінің 2025-2026 жылдарға жылыту маусымының басталуы туралы қаулысының негізінде 29 қыркүйектен бастап барлық білім беру мекемелерінде от жағу маусымы басталды. Ауданда 7 мектептің жылу қазандықтарын ауыстыру қажеттігі туындаған болатын. Оған маусым айында облыстық бюджеттен тиісті қаржы бөлініп, бүгінгі күні барлық мектептерге жылу қазандықтары жеткізілді. Одан бөлек қосымша аудан орталығына резервті қазандық ретінде бір жаңа жылу қазандығы алынды. Сонымен қатар ауыстырылған қазандықтардың ішінен 2 қазандықты резервке қойып отырмыз. Сонда бізде қазір резервте 3 жылу қазандығы тұр. 2025-2027 жылдарға арналған облыстық білім беру нысандарында кешенді жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарына сәйкес биылғы жылы ауданымызда 2 мектепке күрделі жөндеу жұмыстарына қаржы бөлінді. Ол Момышұлы орта мектебі және Абай атындағы орта мектебі. Бүгінгі күні Момышұлы орта мектебінде жұмыстар 98% орындалды. Ішкі жұмыстар толығымен бітті деуге болады. Сыртқы қасатын жұмыстары 1 қарашаға дейін мерзімге аяқтауды жоспарлап отыр. Негізі келісімшарт бойынша жөндеу жұмысы 2 жылға жоспарланған болатын. Абай атындағы орта мектебінде жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Мердігері 2А жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бұл мектепке де жөндеу жұмысына қаржы мамыр айының аяғында бөлінді. Келісімшарт бойынша жөндеу жұмысы шілде айында басталып, жөндеу жұмысы 2020 жылдың ақпан айына дейін келісімшарт бойынша жасалынған. Бүгінгі күні мердігерлер желтоқсан айына дейін жөндеу жұмысын аяқтауды жоспарлап отыр. Жөндеу жұмысы бүгінгі күні 65% құрайды орындалуы. Сонымен қатар 16 мектепке ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізуге 145 миллион 607 мың теңге қаржы бөлінген. Бүгінгі күні барлық жөндеу жұмыстары толығымен аяқталды. Атап айтатын болсақ, олар Төлебек орта мектебінің ғимаратын ағымды жөндеу, Қасарық негізгі мектебінің ғимаратын ағымды жөндеу, Батпақты Алтынсарин мектептерінде автоматтандырылған өрт дабыл қаққыш орнату, Бестерек орта мектебінде жылу қазандығын орнату, Тарбағатай жазық лагерінде ғимараттарға ағымды жөндеу жұмысы, футбол алаңын қою және каркас бассейн орнату жұмыстары жүргізілді. Егенбай орта мектебінің 2 пән кабинеті, Әуезов орта мектебінде 2 пән кабинетіне, Некрасов орта мектебінде 1 пән кабинетіне ағымды жөндеу жұмыстары. Сонымен қатар Тұрлыхан орта мектебіне автоматтандырылған өрт дабыл қаққышын орнату, Науал орта мектебінің жылу қазандығын ауыстыру мен жылу қазандығының ғимаратын ағымды жөндеу жұмыстар толығымен аяқталды. Жансүгір орта мектебінде шатырдың бір бөлігін ағымды жөндеу жұмысы жоспарланған. Ол жұмыстар бүгінгі күні аяқталды. Сонымен қатар мектептерде 12 мектепте қосымша генераторлар бар. Биылғы жылы басқа мектептерге 10 мектепке осы генераторларды алу бойынша білім басқармасына сұраныс берген болатын. Аудан әкімінің тапсырмасына сәйкес, бірақ 10 мектептің барлығына қолдау тапқан жоқ. 2 мектепке биыл алдық, Абай мектебі мен Абылай хан орта мектептеріне. Қалған мектептерде сұрап отырмыз, әлі шешім тапқан жоқ. Бар генераторлардың ішінде 4 мектепте аккумуляторларын ауыстыру керек болатын. Әуезов мектебінің времені жарамсыз болған времені ауыстыру жұмыстары осы айда жасалатын болады. Оған жаз айында қаржы бөлінген жоқ. Себебі биылғы жылы облыстық білім басқармасынан бюджетті жоспарлау кезінде мұғалімдердің еңбек ақысына жалақы толық жоспарланбай жетпей қалған болатын. Бірінші кезекте білім басқармасынан бізде ремонттардан үнемделген қаржы, басқа қаржылардың барлығын осы еңбек ақыға жіберді де басқа жұмыстарға қаржы бөлінбей қалды. Енді қосымша осы үнемделген қаражаттар есебінен деп сұрап отырмыз. Осы айда қалған жұмыстарды аяқтап аламыз. Хабарлама аяқталды. Қабылданған рахмет.
Сұрақтарыңыз бар ма? Менің сұрағым бар. Қазандықтар бойынша сіз айтып кеттіңіз, бәрі қазандықтар жылы маусымына дайын дедіңіз. Дұрыс па? Дұрыс, дайын. Мен халықпен кездескен кезде, біздің участоктың бойынша, менің участоктың бойынша 7 мектеп бар. 7 мектептің жаңа қазандықтардың жағдайын айтып кетейін сізге. Жаңатілек қазандығы бойынша, Жаңатілек қазандығы вообще баланста жоқ. Жаңағы айтып кеткен жап-жаңа моторымыз айтып келген, бір ретте қосылмаған. Ремень емес, вообще негодный состояние тұрған. Ешқандай жасауға жарамайды вообще. Сіздер оны бәрі дұрыс деп көрсеткенсіздер. Лайблақ бойынша 5 миллион 500-лік мотор вообще жоқ. Қайда жіберген? Сізге өтін хат жазғанбыз дейді. Ешқандай неме жоқ деп маған прямой директор шығып тұр. Мотор жоқ, баланста сізде тұр, фактически мотор жоқ. А сіздер оны интеграция кезде көрсетесіздер. Бәрі түгел, бәрі бар деп. Таспақ бойынша вообще су жаңа мотор, кеше тексердік, бүгінде тексердік, вообще оталмайды. Қазіргі таңда моторлардың бәрі негодный болып тұр сіздерде. Сол бойынша. Содан кейін Жаңатілек бойынша холодильный установка, морозильный холодильный установка жоқ дейді. Бүкіл район бойынша балансқа берілген тракторлер, білесіз ғой, баяғыда тракторлер, жартысы мектепте тұр, жарысы акиматта тұр. Соның бәрі мектептің директорлары маған қойып сұрақ барған кезде. Бізде баланста тұр, но фактически жоқ олар деп. Сол қайда сол дүниенің бәрі? Бұл мен ұқпадым. Растратами или хищение ма? Мен по факту айттым, который мен доказать етіп, өзім көріп, қолмен ұстап тұрған нәрсе. Ол менің участогым бойынша. Еще қанша арада 33 мектеп бар. Соның бәрі бойынша жоқ. Бұл бірінші сұрағым. Екінші сұрағым. Бізде қыс маусымына дайындық кезінде облыстан Аманат партиясынан бізге расстановка келеді, барып тексеріңіздер, мекемелер, образование, медицина деп. Біз барып тексереміз. Менің кестеме сәйкес, сіздерге кесте жіберілген. Біз барған кезде ол кезде жазылған директор, завхозы қатысып, түсіндірме жұмыстарын жүргізді деген. Қанша бардық, әріптестерім өтірік етпеді. Директорлар жоқ. Хоть бір айтылса да, директор жоқ орында. Мен айтайын, 7 мектептен 2 директор болды, ол тасарып и айтпайды. То есть лайблақ болды, бір директор жоқ. Ауылдың әкіміне сұрасаң, білмеймін айтқанымыз дейді, жоқ дейді. Районға звондасақ, районы білмейміз дейді. Сонда мен ұқпадым, директорлар кімге бағынады? Жұмыстар жоқ, бәрі. Екінші сұрағым сол бойынша. Үшінші сұрағым, өзіңіз білесіз, директорлардың тұрғылықты жері, мекендер директорлар сайлайсыздар. 7 директор біздің қазімізде, біздің өзінің учаскесінде тұрмайды. Сіз маған жауап жаздыңыз, мен сізге жаздыңыз, заңға талабына сай деп, отписка жасай салдыңыз. Фактически ол заңда көрсетілмеген, но район әкімі, ауылда әкімі тағайындалған кезде міндеттейді сол ауылға тұрғанға. Милиция барған кезде милиция начальник робота міндеттейді, дұрыс па? Участокта тұрғанға. Ол да заңда көрсетілмеген. Сіз как первый руководитель ретінде міндеттеуіңіз керек өз сотрудниктеріңізді. Потому что материально ответственный адам бәленбай миллиардтың ақшасын қарап отыр. Асырайтыз, ондай заңда жоқ деп отпискамен айналысасыз. Мен ол бойынша сіздің сұрағыңызға қанағаттанған жоқпын. Мен оны Абылановға жаздым, мен оны министрға жаздым. Қазір ағарту министр ауысып кетті. Келесі де ол кісіге де жолданады. Сізден шешім таппаса, осы 3 сұрақтың шешімін маған айтып берсеңіз. Біріншіден жаңа генераторлар туралы айтып кеттік. Әуез орта мектебінде сол ремонтте отыр, оны тағы да қосымша мамандар жіберіп тағы да тексерейік. Біздің мамандардың тексерген уақытында осы генератордың ремонты анықталған болатын. Тасқұлақ сонымен қатар әуез орта мектебінің жылу қазандығы биылғы жылы кірпіштердің барлығы жаңартылып қайтадан жасалды. Теплотрассасының былтырғы қосылған жері қыстыгүні ақау беріп бұзылған болатын. Оған да қаржы бөлініп, ол жұмыстар жөндеу жұмыстары жасалынды. Морозин бойынша морозин холодильниктер барлық мектептерде бар. Ол мен анықтайын, тағы ол не себептен жоқ деп тұрған. Барлық мектепте асхана жұмыс жасап тұр, барлығында холодильниктері бар, морозилниктері істеп тұр. Тасбұлақ орта мектебінде
генераторы бұл жерде де аккумулятор болмауына байланысты іске қосылған жоқ болатын. Оны да тағы негізгі мамандарды апарып онда тексеру жұмыстарын жүргізейік. Тракторлар бойынша өздеріңіз білесіздер, мектептерге алынған кіші тракторлар, оларды Серік Зинаевичтің кезінде аудан әкімінің тапсырмасына сәйкес колхозға Алакөл тазалық мекемелеріне берілген болатын. Лайбұлақтағы генератор Алакөл, ол да сол кездегі аудан әкімінің тапсырмасына сәйкес Алакөл тазалыққа берілген. Бүгінгі күні ол сол жерде тұр. Қазіргі күні техниканың жоқтығына байланысты жеткізілмейді. Ол сол жерде тұрған бар. Қазір көлікті алған жағдайда алып келеміз оны. Енді мектеп директорларына тоқталатын болсақ, мектеп директорлары және сіз айтып кеткен жерлерде Батпақты мектебі, Қарабұйрат, Әуезов, Егінсу орта мектептерінде барып келіп істеп жүр. Ол мектеп директорлары ол жерде тұруға біріншіден қазір үй мәселесі қиындық туғызып отыр. Екіншіден көпшілік жерде міндетін атқарушы конкурс болады. Ол мектептерге конкурс болғаннан кейін нақты маман сол жерде тағайындалатын болады. Негізінен сол ауылдан азаматтарды қарап отырмыз конкурсқа. Сол жергілікті жерде азаматтары сол мектепте директор болуды соны қарастырып жатырмыз. Жаңа айтып кеттіңіз, кезінде әкімнің немесі бойынша, ұсынысы бойынша бәрі берілген деп. Ол берілсе де ол баланста сіздерде тұр ғой. Оның баланстан не шығару керек, орны қою керек, дұрыс па? Заң бойынша солай ғой. Баланста сіздерде тұр ғой бәрі. Баланста берілгендер негізінен шығарылған болған. Баланста сіздерде тұр. Сұрағым жоқ басқа. Сұрақтарыңыз бар ма? Отырыңыз. Жоғарыда аталған мәселе бойынша сессияда тиісті мәслихат аумағында орналасқан жергілікті атқарушы орган мен ұйымдардың лауазымдарының адамдарының мәслихаттың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша тыңдау және ұсыныстар енгізу, соның ішінде атқарушы органдардың басшыларын есепке қарау және мемлекеттік органдарды лауазымды адамдарын жауапқа тарту, мемлекеттік аудит және қаржылай бақылау объектілерінің тексеру комиссияларына ұсыныстар енгізу болып табылатын негізіне ала отырып, сізге мектептеріңіздің негізгі құралдарын түгендеп, асхана жабдықтарын, қазандық пен оның қосалқы жабдықтарын жеке инвентарлық карточкасын рәсімдеу және бухгалтерлік есептік заң талаптарына сәйкестендіру тапсырамын. Аталған мәселені мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен депутаттық бақылауында болатынын айтамын. Шешім жобалары қолдарыңызда. Айтылған ескертулер мен ұсыныстарды білім бөліміне орындалу үшін беріледі. Дауысқа салам, қолдайтындар. Қарсы қалыс қалған жоқ, шешім бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі Барқытбел, Жоғарғы Егінсу ауылдық округтерінің атқарылған жұмыстары, ауданда жүргізіліп жатқан құрылыс жұмыстарының барысы, мәслихаттың тұрақты комиссияның есебі, одан бюджеттік өзгерістер мен енгізу туралы баяндама және әртүрлі мәселе тұрақты комиссияның бірлескен отырысында алдын ала талқыланып қаралды және сессия бекітілуіне ұсынылды. Аталған мәселелердің қайта қарау қажеттілік бар ма? Жоқ болса, онда осы сұрақтарды жеке-жеке ме тізім бойынша бекітеміз. Келесі шешімдер жобалары қолдарыңызда. Бірінші, Ожар ауданының 2025-2027 жылға арналған бюджетті туралы шешімдерін өзгерістер енгізу туралы. Екінші, Ожар аудандық прокурорының аудан бойынша тұрғын үй сертификаттардың мөлшері мен олардың алушылардың санаттарын тізбесін айқындау туралы. Шешімнің берілген наразылығын қанағаттандыру туралы. Үшінші, аудандық әкімдіктің дербес құрамын өзгерту туралы. Төртінші, аудандық терроризмге қарсы комиссияның құрамы туралы өзгерістер енгізу туралы. Бесінші, аудан әкімінің жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комиссияның құрамындағы өзгерту енгізу туралы. Алтыншы, аудандық әкімдіктің жанындағы құқық бұзушылық профилактикалық жөніндегі комиссияның құрамын өзгерістер енгізу туралы. Жетінші, аудандық жер комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу туралы.
8-ші округ және учаскелік сайлау комиссияларының құрамын өзгерістер енгізу туралы 9-ші Ужар ауданының 2026-2028 жылға арналған бюджетті және Ужар ауданының ауылдық округтерінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттерін туралы мәселелердің кезекті сессияға дайындау жөніндегі уақытша комиссия құрылу туралы. Шешім жобалары қолдарыңызда. Сұрақтарыңыз немесе басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ болса дауысқа салған қолдайтындар. Қарсы қалыс қалған жоқ, шешім бекітілді. Құрметті депутаттар, осымен күн тәртібінің мәселелері қаралып бітті. Онда аудандық мәслихат кезек 28 жабық деп жариялаймын.